ауылда енді тыңдау болады дегесен, біз мүмкін жан-жақтан жиналып, баяғы сол тыңдауды өткізейік деп ек, ешқандай тыңдау болған жоқ, ешкім келген жоқ, бізді алдаған сияқты. Енді біз өзіміз Николай сайына барып, не болып жатқанын көрейік деп ек, барсақ, мына залатарлар нені жинақ қойыпты, рекеттерді. Рекеттерге барып ек, олар алдында бізге өздері не жіберді. 5-5-ке шық деп бізді қорқытып, конфликтіге барғысы келді. Ал енді бізден барған журналистің несін соткысын тартып ап, күшпенен ана журналистің жерге соғып, соткысын бәрі сындырып, күш көрсетті. Содан бізде барып, не болды деп барсақ, бізге мылтықтарын көрсетіп, біз сендерді атамыз, құртамыз баяғы деп халыққа қарсылық көрсетті. Енді ешқандай неткеміз жоқ, біз сол ауылдан. Оның кейін мына біздің ақсақал Тоқтар Мүрсәлиевтің соғып жығып тастады. Ешқандай ол ақсақал қойыңдар, жігіттер мылтық шығармаңдар деп алдынан шығып еді. Ана қайсы екенін білмеймін, аттарын танымаймын, әйтеуір Залатардың жалдаған рекеттері біздің Тоқтар ағамызды бір соғып құлатты. Соны не болды? Содан енді таяқ жеді ме? Таяқ жегенде біз енді қарап тұрған жоқ, халық, жастар бар. Аналар мылтықпен қорсы неткенен кейін біздің жігіттер қойындар деп ұмытылып, енді шынын айтқанда рекеттерін қашты. Қашып, көрінбей кетіп қалды. Енді ары қарай не боларын баяғы біз енді несін айтпай ақ қояқ. Участковыйда тоқта деді, біз тоқтадық.